Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында чипсилар дайындайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картоптарымызды қабығынан ашып аламыз. Қабығынан ашылған картоптың мөлшері 300 грамм болуы қажет. Ашылған картоптарымызды салқын суға салып, отқа қойып, пісіріп аламыз. Піскен картоптарымызды осылай ыдысымызға саламыз. Үстінен майымызды, қантымызды, тұзымызды саламыз. Оның үстінен кукурузный крахмалымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде пюре секілді қоспа шығуы қажет. Міне бізде осындай болып шығады. Енді таразыға өлшей отырып, осындай дөңгелек етіп, құрт секілді домалақтап, қағаздарымызға орналастырамыз. Осылай қолымызбен домалақтап аламыз, орналастырып, енді қазір чипсилардың формасын келтіріп шығатын боламыз. Осылай төртбұрышты етіп қағазымыздан кесіп алдым. Енді үстінен қоямыз. Оның үстінен үйде бар домалақ затпен басып шығамыз. Менде осындай бокалдың қақпағы, осымен басып чипсилардың формасын шығаратын боламыз. Осылай барлығының үстінен басып шығамыз. Өте жұқа, әдемі болып шығады. Егер сіз кішкене чипсиларды қаласаңыз, көлемі кішкене затпен басып шықсаңыздар болады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей жасап, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Қытырлақ, әдемі болып шығады. Бастысы құрамында артық қоспасы жоқ. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Балаларға берсеңіз де ешқандай зияны болмайды. Міне достар, біздің чипсиларымыз пісіп шықты. Енді
қонақтарға, жақындарға ұсынсақ болады. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Келесі видео рецепттерде кездескенше аман сау болыңыздар.